Кейіпкеріміз Қазбекке алғашқы көмек көрсеткен дәл осы Астанадағы нөмір 2 қалалық балалар ауруханасы. Бұл жердегі травматологиялық бөлімге күніне 500-ден астам түрлі жарақатпен бала келіп түседі екен. Демек, мұндағы дәрігерлер биіктен құлаған баланың денсаулығы, емі мен оңалуын жақсы біледі. Бізге де керегі сол, ендеше ішке кірейік. Жедел жәрдем жеткенге дейінгі ата-аналардың жіберетін көп қателігі. Егер де медициналық білімі жоқ болатын болса, мейлінше бірінші 103-ке қоңырау салған кезде ақпаратты толығырақ беру. Себебі қандай бригада шығатындығы маңызды. Жедел жәрдем тұтқасын көтерген маман міндетті түрде сұрайды. Кез келген тыныс алуын, есін сол кезде мұқият тыңдап, ешқандай паникаға берілмей, солардың бәрін айтатын болса, оған тиісті маман келеді, яғни реаниматолог маманы. Егер реаниматолог маманы келетін болса, сол кезде көмегіміз мейлінше дұрыс болады. Ол бірінші, екінші, көп жағдайда әрине ата-анасы енді баланы кез келген жағдайда қолын алып жүгіруге тырысады. Бірақ ол әрине қате нәрсе, өйткені баланы мейлінше орнынан қозғамау керек. 103 дәрігерінің ұсыныстарын орындау қажет болады. Биіктіктен құлаған, травма алған баланы ең алғаш болып күтіп алатын сіздер. Алғашқы көмек қалай көрсетіледі? Егер де өте ауыр жағдай болатын болса, бізде жедел жәрдем бригадасы алдын ала ескертіп қояды. Жарақат пунктінен реанимация бөліміне синий кодқа арналған арнайы телефон бар, сол телефонға хабарласады. Шұғыл бригада бар, сол бригада реанимациялық залға міндетті түрде түсіп күтіп дайын тұрады. Синий код ұғымы деген енді егер де науқас ес-түссіз жататын болса, тыныс алу белгілері жоқ болатын болса, міндетті түрде синий код белгісімен бізге хабар береді. Біз сол кезде түсінеміз, жағдайы өте ауыр екендігін. Әрине соған байланысты осы бөлмеде бүкіл шаралар, керекті шаралардың бәрі жасалған. Мына алдыңызда тұрған монитор өмірге қажетті кез келген мәліметтерді анықтауға болады. Оның ішінде қан қысымы, жүрек соғысы, сонымен қатар оттегі қан ағуы, сонымен қатар ары қарайғы тактика, егер де қан кету көлемі үлкен болатын болса, бізде шұғыл түрде ота бөлмесіне алып кетуімізге тура келеді.